Сәлемет пе, қымбатты оқырман. Бүгін кешкі асқа дәмді тағам әзірлейміз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 1 стакан бөлме температурасында тұрған суға 1 жұмыртқамызды салып, араластырып, ұнымызға тұзымызды салып, араластырып, жұмыртқа қосылған суымызды жайлап, сыздықтата отырып бірте-бірте қосып, қатты етіп, қамырымызды илеп аламыз. Міне қамырымызды 10 минуттай иледім. Әбден ие қанды. Енді әлі де ие әбден қанғанша тынығуға қоя тұрамыз. Қазанымызға сұйық майды құйып, қыздырып аламыз. Майымыз қызғанша пияздарымыз турап аламыз. Сәбізімізді турап алайық. Енді етімізді турап алайық. Қызып тұрған майымызға пиязымыз салып, сәл қуырып аламыз. Пиязымыздың үстіне етіміз саламыз. Ет тұздалмаған жас ет. Тұзымызды салып, міне етіміз жақсы болып қуырылып жатыр. Енді сәбізімізді салып, етімізбен бірге қуырып аламыз. Міне етіміз бен сәбізіміз қуырылып қалыпты. Енді картопымызды салып, тұзымызды салып, қақпағын жауып, орташа отта бір қайнатып алғаннан кейін, астын төмен отқа қоямыз. Міне қамырымыз ие қанып, керемет болып тұр. Енді нанымызды жайып аламыз. Қымбатты оқырман, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Видео ұнаса, таныстарыңызға бөлісіңіздер. Енді осы жұқалап жайылған қамырымызға сұйық майды жұқалап жағамыз. Шылқытпай, тек жұқалап жағып шығамыз. Енді осы нанымызды кішкене бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Бұл тағамның дәмділігі еттің жас болуы, тұздалмаған болуы және нанымызды қатты етіп илеп, жұқа жайылуында.
Енді осы нанымызды картобымыздың бетіне орналастырып, орташа отта бір қайнап алғаннан кейін астын төмен басып тастаймыз. Бір 15-20 минутта нанымыз пісіп шығады. Тұздалған еттен де пісіруге болады. Бірақ кішкене су құю керек ол. Онда мен су құймай пісіремін, өз буына пісіп шығады. Бұл тағамды Алматы жақта жаппасай дейді, біздерде нан қуырдақ дейді, ұн қуырдақ дейді. Ас болсын.